Адамдардың ойын өзгерткіңіз келе ме? Немесе басқаларды сіздің сөзіңізге құлақ асып, өз еркімен келісетіндей жағдай жасағыңыз келе ме? Бұл оңай шаруа емес. Бірақ Дейл Карнегидің құнды кеңестері арқылы сіз адамдардың жүрегіне жол тауып, ойына ықпал ете аласыз. Сәлем, достар. Бұл бейнеде біз сіздермен бірге адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау, олардың сеніміне ену және нағыз көшбасшы болудың 10 құпия сабағын талқылаймыз. Бұл тәсілдер сіздің өміріңізде де, жұмысыңызда да үлкен өзгеріс әкеледі. Арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Бұл біздің арнаның дамуына көмектеседі, және сіз жаңа видеоларды ең бірінші болып көре аласыз. Чикаго университетінің және бүкіл әлемдік мектептерінің зерттеушілері бір кезде ересектердің шын мәнінде нені оқығысы келетінін білгісі келді. Сол үшін олар Коннектикут штатының Меридиан қаласында тұратын әрбір ересекке сауалнама жүргізіп көптеген сұрақ қойды. Соның ішінде олардан ең қызықты тақырып қандай екенін де сұрады. Нәтижесінде бірінші орында денсаулық шықты, ал екінші орында күтпеген нәтиже болды. Қатысушылардың бәрі ересек, өмір тәжірибесі бар адамдар болса да, олар адамдармен қалай тіл табысуды көбірек білгісі келді. Ең таңқаларлығы, зерттеушілер достасу мен адамдарға ықпал ету жайында нақты оқулықтарды іздегенде мүлде ештеңе таппады. Сөйтсе, ондай кітап бұрын-соңды жазылмаған екен. Сондықтан өзін-өзі дамыту курстарымен танымал америкалық жазушы әрі дәріскер Дейл Карнеги, егер ондай кітап жоқ болса, неге оны өзім жазбасқа, деп ойлады. Осылайша ол үлкен зерттеу бастады. Ол бұл тақырыпқа қатысты барлық нәрсені оқыды: газеттерді, журналдарды, тарихи деректерді, философтар мен психологтардың еңбектері. Тіпті бір нәрсені өткізіп алмау үшін 1,5 жыл бойы түрлі кітапханаларды аралап, барлық материалды оқып шығатын арнайы зерттеушіні жалдады. Осылайша оның достасуды және адамдарға ықпал етуді үйрену жолдары атты кітабы барған сайын қалыңдай түсті де, ақыры 30 қағидаға жетті. Егер оларды шынайы түрде қолдансаң, сиқыр сияқты әсер етеді. Бұл кітап көптеген адамдарға, кәсіпкерлерге, мамандарға, ерлі-зайыптыларға көмек болды. Дейл Карнегидің өзі айтқандай, бұл жай айла тәсілдердің жинағы емес, жаңа өмір салты. Мен бұған толық сенемін. Сол себепті мен сіздерге осы бейнені дайындадым. Онда барлық қағида қысқа да нұсқа түрде бар болғаны 10 сабаққа сыйғызылған. Соңына дейін бірге болыңыздар, өйткені достасуды және адамдарға ықпал етуді үйрену сіздің мансабыңызға, бизнесіңізге және өміріңізге ұзақ жол ашады. Бұл кітап 4 үлкен бағытты үйретеді. Бірінші, адамдармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері. Екінші, адамдарға ұнаудың жолдары. Үшінші, өз ойына басқаларды иландыру жолдары. Төртінші, нағыз көшбасшы болу жолдары. Көрдіңіз бе, үйренер нәрсе көп екен. Бірінші бөлім, адамдармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері. Бұл бөлімде 3 басты сабақ бар. Кітаптағы барлық қағидалар осы үшеуінен өрбиді. Сабақ номер 1: сынға алма, айыптама және шағымданба. Адамдар логикадан гөрі эмоцияға тәуелді жаратылыс. Бізді көбіне намыс пен өз-өзімізді жоғары бағалау жетелейді. Бір қателік жібергенде, егер біреу бізді сынаса, біз бірден қорғанамыз, тіпті ұрсуға дайын тұрамыз. Біз өзгелерді сынаған кезде олар да дәл солай сезінеді. Олар біздің шағымызды тыңдамайды, тек өзін қорғауға тырысады. Сондықтан сынап, айыптап, шағымданғанша адамдарды түсінуге тырысайық. Неге олай істегенін ойланайық. Бұл адамдармен жұмыс істеудің ең бірінші қадамы. Әуелі ойланып барып, сосын сөйлетіне әрекет ет. Мысалы, кассада ақша төлеп тұрғанында кассир қабағын түйіп тұр делік. Оның мінезін бетіне басудың қажеті жоқ. Мүмкін ол жай ғана шаршаған болар, немесе күні сәтсіз өтіп жатқан шығар. Жай ғана күліп, оған жеңілдік бер. Бәлкім, оған кішкентай ғана шуақ қажет шығар. Сабақ номер 2: шынайы және адал ризашылық білдір. Сыннан да артық не бар? Ол шынайы алғыс. Детройттағы бір мұғалімнің зағип оқушысы болды. Ол баланың рухын көтеріп, Құдай оған ерекше құлақ бергенін сезіндіру үшін сыныптағы тышқанды табуға көмектесуін сұрады. Бала өзін маңызды әрі бағаланған сезінді. Кейін ол керемет есту қабілетінің арқасында әйгілі әнші әрі композиторға айналды. Ол бала Стиви Уандер еді. Адамдар әрқашан өзін маңызды сезінгісі келеді. Авраам Линкольн айтқандай, әркім мақтауды ұнатады. Карнеги де жиі қайталайды: шынайы мақтап, кеңінен ризашылық білдір. Яғни, адал әрі жомарт бол. Сабақ номер 3: адамдардың қалауын айт. Біреудің ықыласына бөленгің келсе, оның не қалайтынын ойла.
Адамдар өзіне көбірек қызығады. Мысалы, ортақ суретке қарағанда алдымен кімге қарайсың? Әрине, өзіңе. Демек, адамдар үшін ең маңыздысы өз қалауына қол жеткізу. Егер біреуден бір нәрсе жасауды сұрасаң, өзіңнің пайдаңды емес, ең алдымен оның не қалайтынын ойла. Екінші бөлім – адамдарға ұнаудың жолдары. Адамдардың саған ұнауы үшін не істеу керек? Кітапта 6 әдіс бар, бірақ біз соның екеуіне тоқталамыз. Сабақ номер 4 – басқаларға шынайы қызығушылық таныт. Нью-Йорк телефон компаниясы телефон әңгімелерін зерттегенде ең жиі қолданылған сөз мен екенін анықтады. Бар болғаны 500 әңгімеде бұл сөз 3900 рет қайталанған. Бұл да адамдардың өздеріне көбірек мән беретінін дәлелдейді. Сондықтан Карнеги, сен адамдарды қызықтырғаннан гөрі, өзің олармен шынайы қызықсаң, 2 айда 2 жылда жетпейтін достар табасың дейді. Мәселен, атақты сиқыршы Ховард Терстон әр қойылым алдында өзін қайталайтын: мен өз көрерменімді жақсы көремін. Бұл сөз оның ең үздік өнер көрсетуге деген құлшынысын арттыратын. Басқаларға қызығушылық танытқанда сен шынайы болу керексің. Мақсат – адал ниет. Адамдарға қызығушылық танытудың ең қарапайым әрі тиімді жолы – күлімдеу. Шынайы күлкі: мен сені жақсы көремін. Сен маған қуаныш сыйлайсың. Сені көргеніме қуаныштымын деген сөздің баламасы. Күлкі жүректен шығуы тиіс. Оны күнделікті істерде де, жұмыста да, адамдармен қарым-қатынаста да қолданыңыз. Қытайдың көне нақылы бар: 100 жылы емес адам дүкен ашпасын. Өйткені күлкі ізгі ниеттің белгісі. Ол қуаныш пен жақсылықты таратады. Ал қуаныш адамдардың бәрі іздейтін нәрсе емес пе? Адамдарға қызығушылық танытудың тағы бір қарапайым жолы бар. Олардың есімін есте сақтау. Әр адамның аты ол үшін ең тәтті әрі ең маңызды дыбыс. Адамның есімін есте сақтап, оны дұрыс атап жүрсеңіз, сіз бірден оның жүрегіне жақындайсыз. Ал егер ұмытып қалсаңыз, қате жасаңыз, немесе дұрыс айтпасаңыз, онда өзіңізді қиын жағдайға қалдырасыз. Сабақ номер 5 – басқа адам өзін маңызды сезінсін. Бірақ мұны шын жүректен істеңіз. Бұл кітапта айтылған барлық қағидалар тек шынайы көңілден шыққанда ғана нәтиже береді. Шынайы мақтау айту арқылы біреудің күнін жарқыратып жіберу ештеңеге тұрмайды. Шын мәнінде бұл әдет болуы керек, жай ғана пайда табу құралы емес. Бұдан бөлек сыпайылық та әдетке айналуы тиіс. Күнделікті сөйлесулеріңізде кешіріңіз, мазалап қойдым ба, бола қоймас па екен, қарсы болмасаңыз деген секілді қарапайым сөз тіркестері міндетті түрде болуы қажет. Асхана қызметкері сіздің тапсырысыңызды шатастырып алды ма? Оған ауыртпалық түсірмеңіз. Оның орнына кешіріңіз, мазалап қойдым ба, бірақ бізге қате тапсырыс бердіңіз десеңіз жеткілікті. Үлкен ықтималдықпен ол сіздің өтінішіңізді қуана орындайды. Адамға өзін маңызды сезіндірудің 2 жолы бар. Біріншіден, оның қызығушылықтары жайлы сөйлесіңіз. Екіншіден, жақсы тыңдаушы болыңыз. Бұл өте қарапайым, назарды өзіңізден алып, оған бағыттаңыз. Карнегидің шәкірттерінің бірі номер 5 қағиданы қалай қолданғанын баяндап берген. Ол әйелімен бірге туыстарына қонаққа барған. Әйелі өзге апалармен сөйлесуге кеткенде, Карнегидің шәкірті қарт апасымен қалыпты. Ол бөлмеге көз жүгіртіп, қандай нәрсеге сүйсінуге болатынын іздепті. Содан кейін үйді мақтап, бұл үй кең, мықты салынған екен, әрмен өскен үйді еске түсіреді деген. Сол сәттен бастап қарт апа оған өз үйінің тарихын айтып, бөлмелерін аралатып көрсетіпті. Ақыры ол қатты бауыр басып, тіпті өзі жүргізе алмайтын Паккарт көлігін сыйға тартыпты. Өйткені оның сөзінше, Карнегидің шәкірті әдемі дүниелерді бағалай біледі. Көрдіңіз бе, ол бар болғаны бір шынайы мақтау айтты, ал қайтарымда сенімге ие болып қана қоймай, бонус ретінде көлік те алды. Міне, достар, адамдардың көңілін табу дегеніміз. Шынайы қызығушылық танытыңыз, жиі жымиыңыз, адамдардың есімін есте сақтаңыз, мұқият тыңдаңыз, олардың қызығушылықтары жайлы айтыңыз, және оларды маңызды сезіндіріңіз. Әрине, мұның бәрін шын көңілмен жасаңыз. 3 бөлім – адамдарды өз ойыңызға қалай иландыруға болады. Енді сіз адамдарға ұнаудың жолдарын білдіңіз. Ал енді не істеу керек? Келесі қадам – адамдарды өз ойыңызға иландыруды үйрену. Сабақ номер 6 – басқа адамның көзқарасын, идеяларын және қалауларын түсіну. Егер сіз оның ойы мен сезімін түсінбесеңіз, көбіне дау туындайды. Дау дамайдан қандай пайда бар? Иә, тек бір ғана жол бар, оны мүлде болдырмау.
Неге? Өйткені дауда ешқашан жеңімпаз болмайды. Егер сіз қателессеңіз, әрине ұтыласыз. Ал тіпті жеңген күннің өзінде ұтыласыз, себебі жеңілген адамның намысына тиесіз. Ал намысы тапталған адам сіздің ойыңызды қабылдай ма? Жоқ, оның пікірі бұрынғыдай қалады, әрі сізге өкпе ренішінде сақтауы мүмкін. Сондықтан ешқашан сен қателесіп тұрсың демеңіз, тіпті ол айқын қателессе де. Әрдайым оның пікіріне құрметпен қараңыз. Сен қателесіп тұрсың деген сөз дұшпан табудың ең қысқа жолы. Өзіңізді тексеріп көріңіз, егер сіз өз ойыңызды сенімді түрде айтсаңыз, ал біреу сен қателесіп тұрсың деп шорт кесе жауап берсе, ол адам сізге ұнай қояр ма еді? Әрине, жоқ. Бір нәрсені дәлелдегіңіз келсе, ешкімге білдірмеңіз. Лорд Честерфилд баласына басқалардан ақылды болуға тырыс, бірақ оларға оны айтпа деген екен. Сондықтан сен қателесіп тұрсың деудің орнына, мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын. Мен жиі қателесемін. Ендеше фактілерді бірге қарайық деп бастаңыз. Осылайша сіз даудың алдын аласыз. Әр адамның неге олай ойлайтыны немесе әрекет ететініне әрдайым бір себебі бар. Сондықтан оны шынайы түрде түсінуге тырысыңыз. Себепке қызығушылық танытсақ, нәтижесін жек көру ықтималдығымыз азаяды. Басқа адамның көзқарасын бір сәтке болса да, ой елегінен өткізсеңіз, оның идеясына, не қалауына түсіністікпен қарай бастайсыз. Доктор Артур Гейтстің айтуынша, адамдарға ең қажет нәрсе жанашырлық. Мүмкін сіздің де адамдарды өз ойыңызға иландырғыңыз келетін себебіңіз осы болар. Ендеше бұл жағдай екі жаққа да жұмыс істесін. Өз ойыңызды білдірмес бұрын, алдымен оның пікіріне жанашырлық танытыңыз. Сізді солай ойлағаныңыз үшін кінәламаймын. Егер мен сіздің орныңызда болсам, дәл сіздей сезінер едім деп айту жеткілікті. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз, сіз әрдайым дұрыс бола бермейсіз. Ал қателескен кезіңізде дереу мойындап, иә, мен қателестім деңіз. Осылайша сізді сынаудың орнына ол адам сізге жанашырлық танытады. Сабақ номер 7. Басқа адам өзін идеяға немесе шешімге үлес қостым деп сезінсін. Ол үшін алдымен достық танытыңыз. Адамға сіздің шынайы дос екеніңізді көрсетіңіз. Карнегидің тағы бір шәкірті жалға берушімен қиындыққа тап болғанын айтқан. Үй иесі жалдау ақысын көтермекші болыпты. Ол кездескенде жылы амандасып, пәтердің қаншалықты жақсы екеніне риза екенін айтыпты. Үй иесі кемінде бір қанағаттанған әрі достық ниеттегі тұрғыны бар екенін біліп риза болыпты. Ақыры жалдау ақысын азайтып қана қоймай, пәтерді сәндеп беруге ұсыныс жасаған. Міне, мейірімділік, достық қарым-қатынас және бағалау адамдардың ойын өзгерте алатын күш. Тағы бір нәрсе, сөйлесуде өзіңізді тежеп, басқа адамға көбірек мүмкіндік беріңіз. Оларға өзін-өз айтуға мүмкіндік беріңіз. Осыны істей отырып, басқа адамға идеяның өзінік екенін сезіндіру әлдеқайда оңай болады. Бірнеше ишара жасап, қысқа ұсыныстар айтыңыз. Қалған процесті сол адамның өзі талқылап, қорытындыға өзі келсін. Оны сіз қалаған ойға немесе шешімге бағыттап апарыңыз. Ал мақтауды қумаңыз. Нәтижені ойлаңыз. Міне, осылайша полковник Эдвард Хаус бұрынғы ақш президенті Вудро Вильсонның санасына идеяларды сіңіре білді. Номер 7. Сабақты жүзеге асырудың тағы бір тиімді жолы бар. Ол ұлы философ Сократтың сократтық әдісі. Оның мәні адамды келісімге қайта-қайта келтіре отырып, ақырында өз ойыңызға өзі қосылатындай жағдай жасау. Міне, осының заманауи үлгісі. Эдди Сноу аң аулау үшін садақ жалдағысы келді. Бірақ жергілікті дүкендердің бәрі жалға бермейміз деп қана жауап қатты. Тек бір дүкенде сыпайы сатушы қызметкермен сөйлесуге мүмкіндік болды. Қызметкер сұрады: сіз бұрын садақ жалдағансыз ба? Мырза Сноу: иә, бірнеше жыл бұрын деп жауап берді. Сатушы: сіз сол кезде $25-30 төлеген боларсыз. Иә, деді ол. Ал сіз ақшаны үнемдегенді ұнатасыз ба? Деді сатушы. Тағы да иә деген жауап. Содан кейін сатушы небәрі $34.95 сатылымдағы садақ жиынтығын ұсынды. Сонда Эдди Сноу үшін жалғалғаннан гөрі сатып алу әлдеқайда тиімді болып шықты. Сондықтан біреудің ойын өзгерткіңіз келсе, мүмкіндігінше көп иә жинап алыңыз да, оны өз ойыңызға жеткізіңіз. Сабақ номер 8. Шығармашылық болыңыз. Адамды өз ойыңызға бейімдеудің 3 тәсілі бар. Біріншіден, адамды асқақтау, жоғарақ мотивпен шабыттандырыңыз. Мысалы, Сайрус Кертис қазіргі миллиондаған тұратын журнал компаниясын бастап жатқан кезде Луиза Мэй Олкот секілді беделді авторларға қаламақы төлеуге шамасы жетпеді.
Менің компаниям әлі кішкентай, сондықтан аз төлеймін деудің орнына, ол, егер сіз мен үшін жазсаңыз, сүйікті қайырымдылық қорымызға $100 аударамын деуі мүмкін еді. Екіншіден, идеяларыңызды көрнекі етіп жеткізіңіз. Олар әсерлі, қызықты болуы тиіс. Теледидар жарнамалары да бізді осылайша тауар алуға итермелейді. Ал жігітте қызға жай ғана маған тұрмысқа шығасың ба демейді, арнайы жағдай жасап, бір тізерлеп тұрып ұсыныс жасайды. Үшіншіден, бәсеке туғызу. Американдық инвестор Чарльз Шваб істі аяқтаудың жолы бәсекелестікті қоздыру деген. Адамдарға өз құндылығын дәлелдеуге, жетістікке жетуге деген мүмкіндік керек. Бұл өзімізді маңызды сезінуге деген табиғи құштарлықтан туады. 4-ші бөлім қалай лидер болу керек. Сабақ номер 9 басқаларды дұрыс ынталандыру. Олардың тіпті ең кішкентай жетістігінде мадақтаңыз, әрбір жақсаруын жоғары бағалаңыз. Бұл бейнеде қайта-қайта айтып жүргенімдей, шынайы мақтау сиқыр секілді. Сіздің ризашылығыңыз адамдардың ішкі мүмкіндіктерін оятады. Қабілет сынның астында өшеді, ал жігерлендіру арқылы гүлденеді. Сіздің көтермелеуіңіз басқа адамның алдында жақсы бедел қалыптастырады. Сен істеп жатқан ісіңде кереметсің, немесе сен бір күні тамаша шешен боласың дегендей сөздер сол адамды талпындырады. Ең бастысы, ол істі әрі қарай жалғастырып, өзі де соны қалап істейтін болады. Сабақ номер 10 адамдарды дұрыс түзету. Бұл дегеніміз қателігін бетіне баспай, ренжітпей жөндеу. Француз жазушысы Антуан де Сент-Экзюпери адамның абыройына нұқсан келтіру қылмыс деген. Сондықтан адамға бет сақтап қалуға мүмкіндік беріңіз. Біреуді түзеткіңіз келсе, алдымен шынайы мақтау айтыңыз. Ол адамның жақсы істеген тұсын атап өтіңіз, содан кейін ғана қатесін көрсетіңіз. Өз өміріңізде де қателескеніңізді мойындаңыз. Сен қате жібердің, бірақ бұл менің жасаған көптеген қателерімнен ауыр емес. Шындығында сен менен әлде қайда жақсы жасап жүрсің. Бірақ мына тұсты бұлай істесең қалай болар еді деп сұрақ қойыңыз. Сонда бұл бұйрық емес, ұсыныс болып естіледі. Қателіктерді жанама түрде де еске салуға болады. Кейде бір сөзді дұрыс таңдау үлкен өзгеріс әкеледі. Мысалы, ата-аналар баласына, біз сенімен мақтанамыз, бірақ егер көбірек еңбек етсең, нәтиже жақсырақ болар еді десе, сын сияқты шығады. Ал біз сенімен мақтанамыз, және осы еңбегіңді жалғастыра берсең, нәтиже тіпті жақсы болады десе, ынталандырады. Қорытынды. Осы 10 сабақты адамдармен қарым-қатынасыңызда күн сайын қолданыңыз. Дейл Карнеги айтқандай, егер қазіргі қарым-қатынас жасауыңызға көңіліңіз толса, өзгертудің қажеті жоқ. Ал егер разы болмасаңыз, неге тәжірибе жасамасқа? Осындай кітап мазмұндарының видеосын көбірек көргіңіз келсе, арнама жазылыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет. Келесі кездескенше.